Қыздар, өте оңай салаттың рецебін ұсынамын. Ингредиенттері төменде көрсетілген. Бар жоғы аз ингредиенттердің арқасында өте дәмді салат. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, жұмыртқа, жүгері, сухарик және де майонез қажет. Алдыменен қиярды осылай түрпішті етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Жалпы бұл салатты дәл үстелге қояр алдында жасаған дұрыс болады. Сол кезде салат өте дәмді, тез желініп қалады. Мен әсіресе манты жасаған кезде осы салатты жақсы көрем жасағанды. Сосын осылайынан ыдысымызға салып аламыз. Қиярларымызды турап. Кейін қызанақты тураймын. Қызанақты да мен осылай түрпішті етіп турап алдым. Осылай түрпішті етіп, видеода көрсетілген етіп турап аласыздар да, жаңағы ыдысымыздың үстіне екінші слой ретінде саласыздар. Олай салудың бір жаңағы себебін айтайын. Сонда жаңағы былғамайсыздар, ең сонда ғана бірақ былғайсыздар. Сонда езіліп жаңағы кетпейді. Себебі қияр да, қызанақ та өздерінің жаңағы шырындарын, суларын шығарады. Сондықтан жаңағы тек қана сонда ғана араластырған дұрыс. Осылай екінші жаңағы қатарға қызанақты саламыз. Кейін жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқамызды мен түрпішті етіп турадым. Түрпішті етіп үшінші слой қылып саламыз. Кейін осыған жүгерімізді қосамыз. Жүгерімізді қосамыз. Мен бандуэльді қолдандым. Сен кез келген қолдануға болады, жалпы маркасы маңызды емес. Кейін сухарикті қосамыз. Сухариктің үстіне майонез қосамыз. Мен майонезді көбірек қосамын, сонда ол өте дәмді болады. Сосын араластырамыз. Араластырамызды тарелкаларға саламыз. Бірден столға қоямыз. Тамақта бірде женіп қалады. Өте дәмді болады.